Тілдің апаты не? Соның ішіндегі нөмір бірінші, бұл мұсылманның аузынан шыққан сөз қарғыс, лағнет сөз деп айтқан. Кезінде өз дәуірінде Мұхаммед пайғамбар бір түйесін қарғап жатқан сахабаны көріп, бір ауыз лағнет сөз айтқан үшін енді бұл түйені жібер, бұған қарғыс өтті деп айтқан екен. Егер адамның аузынан шыққан қарғыс сөз түйеге тиген болса, біздің кейбір адамдардың аузынан шыққан сөз, әлбетте ол аспанға ұмтылады қарғыс сөз. Аспан сондай бір рақымдық мекені, оған есік жабылады. Ол қарғыс сөз жерге ұмтылады, жердің есігі жабылады. Сонда бұл қарғыс айтылған адамға барады. Егер ол айтылған адам оған лайықсыз болса, сол қарғысқа онда айтқан адамға барады. Содан қалған аталарымыздан нақыл бар. Жүйелі қарғыс жүйе табады, жүйе таппаса ие табады дейді. Бұл қарғыс, лағнет жалпы руханиятымызда тек қана шайтанды ғана лағнеттеуге болады. Қалған қандай күнә істесін, қандай жаман адам болсын, лағнет сөз оған жүрмейді. Кезінде бір елді қырып, тоны қырған жауыз Хажаж деген патша өткен. Хаджаж Юсуф ас-Сақафи деп тарихта аталған. Сонда адамдардың барлығы оған қарғыс соққан екен, өлсін деп. Түгел халық боп. Сонда ғұламалар айтты дейді, сендердің қарғыстарың оның істеген жамандылығынан асса, онда жауап бересіңдер қарғыстарыңа деп айтылған екен. Сол үшін адамның аузынан шыққан сөз жалпы жақсы сөз шығу керек. Алла тағала мына тілді жақсы сөз айтсын, бата айтсын, тілек айтсын, тәрбие берсін, Құран оқысын, бата қылсын, әйтеуір не керек? Жақсылықтың ордасын айландырған. Өкінішке орай, бүгінде кейбір адамдардың аузындағы сөзі боғауыз немесе қарғыс сөзіне айланып тұр. Мен өзім ойлаймын, біздің кейбір адамдардың ісінің жүрмеуі де тап сол қарғысқа байланысты шығар. Кезінде Омарға біреу келіп, менің балам жаман болды дегенде, балаңды қарғап берді кішкентай кезінде дегенде, иә, сол тілегін қабыл болған деген. Әсіресе бұл әкелерге қатысты деп айтар еді. Ананың қарғысы боқ деп қоямыз ғой, бірақ сөйтсе де ананың да сөзі сарапталу керек. Періште аумин деп жіберсе, ол аумин дейтін анық. Онда көктемегір, өспегір, өліп қағыр, атаңа нәлет деген сөздер, бұл атаңа лағнет деген сөз ғой, енді қандай бір ауыр сөздер. Сол тілегіңіз қабыл болып кетсе, басыңызға қайғы келеді. Бұл қайғы және тез келеді. Тез келеді. Бұның өкініші бұл дүниеде тәуба қылумен жабылмайды екен, бұл орындалмайынша. Өзі адамның 3-4 күнә бар, адам бұл дүниеде жазасын көреді оның. Соның біреуі әке-шешені ренжіту, біреудің ар-намысын таптау, және қарғыс. Қарғыстың орындалмайынша бұл дүниеден шықпайды адам. Сондықтан сол қарғысқа өзіміз кіріптар болып қалмас үшін сөзді сараптап сөйлеп, соның ішінде осы қарғыс сөздерден алыс болу керек. Өйткені қарғыс бұл адамның аузынан шыққан боғауыздан, білмеймін, жер бетіндегі ең лас сөзден жаман болған сөз болады. Неге? Өйткені мына жағы аруақ қозғалады, атаңа нәлет дегенсе, атамыздың қазақ айтпақшы сүйегі қурап, рухы кеткен аруақты қайтып айналдырып келіп, қарғау бұл қаншалықты ауыр күнә. Тіпті балаға ойнап айтатындар бар. Ойнап балаға қалжыңдап да осындай сөз айтатын бар. Бұның да үлкен күнә екенін көп адам біле бермейді. Алла тағала сол жерде тұрған періштелер әумин десе, сіздің ісіңіз, берекеңіз, құтыңыз қашады. Сол өлген ата-бабаның аруағы мен саған не істедім деп айтады. Менің не кінәм бар дейді. Неге? Өйткені ол баланың кінәсі жоқ еді. Енді өзіңіз ойлаңызшы. Шақалақ кішкентай балаға сіз қарғыс оқысаңыз, сәби бала, періште әумин деді. Бала бұзақы болып жаман халге түсті. Кім кінәлі? Кінәні біз біреуден іздейміз. Сөйтсек, ең жақсы адам өзінен іздеу керек екен. Бір ел ауызға, екі ел қақпақ деген осы шығар. Мынау қадір түнінде адамдар дұға қылады оразада.
сол дұғасы қабыл болмайтын, қадір түнінде де дұғасы қабыл болмайтын бір адам бар дейді. Ол қарғыс аузынан түспейтін адамдар. Екі сөздің бір сөзі боғауыз немесе қарғысқа айналып баратыр. Ауыздың, қазақ айтады, тәтті ауыздың дәмі кетті дейді. Тап осы оқиға айтылған. Сондықтан ардақты аналар, ардақты әкелер, жалпы құрметті қауым, ауыз қарғыстың мекені емес. Ауыз жақсылықтың, тілектің мекені. Сол үшін шығар біздің көреген ата әжелеріміз тұқымың жайылғыр, адам болғыр, патша болғыр деп сөйлейді. Мұсылмандардың бір қыбыласы саналған Меккеден имамы бірнеше болады. Соның біреуі Махир деген бір имам бар екен. Одан сұрайды, сіз өлі Меккенің халқынан емес, сіз тұрғылықты. Қалайша бұл жерге имам болып қалдың дегенде, мені кішкентай кезімде анам Меккенің имамы болғыр деп қарғайды екен. Меккенің имамы болғыр деп қарғайды екен. Сонда сіз қалай имам болдың дегенде, анамның қарғысымен болдым деп жауап берген. Анаңыз қарғаса, имам боласыз, анаңыз қарғаса, патша боласыз, анаңыз қарғаса, бордай тазасын деген сөз болады. Сондықтан қарғыс алмай алғыс ал деген осы шығар. Алғысты болыңыздар.